Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомыз қызанақтар және оларды емдеу жайлы болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңында бір лайк қоса кетіңіздер. Енді қызанақтарымызда мынандай жағдайлар кездесіп жатады. Қызанақтарымыз мынандай сызықтар түсіп, жарықтар пайда болады. Біреулер айтады, бұл сызықтар, жарықтар қызанақтарды көп суарғаннан болады дейді. Жоқ, олай емес. Қызанақтарды көп суарғаннан бұндай жарықтар пайда болмайды. Мысал ретінде айтатын болсақ, сіз қызанақтарыңызды 1-2 күннен тез суарып тұрдыңыз. Сосын су болмай қалып, яғни басқа да жағдайларға байланысты қызанақтарыңызды 6-7 күнге дейін суара алмай қалдыңыз. Соның арасында қызанақтарыңыз қатты шөлдеп, стресске түсіп, енді су жоқ, біз тез пісуіміз керек деп қызаруға дайындалады. Яғни сыртқы қабығының жұмсақтығын, созылғыштығын жоғалтады. Сосын сіз тағы 5-6 күннен кейін қызанақтарыңызды тағы да суарып жібердіңіз. Енді қатты шөлдеп тұрған қызанағыңыз суды бойына қатты сіңіріп алады. Бірақ та жаңағы сыртқы қабығының жұмсақтығы, созылғыштығы болмағандықтан осындай жарықтар пайда болады. Енді бұл жарықтар аса қауіпті емес. Бұны енді ауру деп айтуға болмайды. Бірақ та бұның бір зияны осындай жарықтарға енді әртүрлі бактериялар жаңағыдай нелер түсіп, қызанақтарыңыздың шіріп кетуі мүмкін. Бұны енді дер кезінде осындай пісіп тұрып, қызарып тұрған болса, дер кезінде алып қолдануымыз керек. Тағы да бұның зияны енді базарда сатқанда бұндай қызанақтарды сата алмауымыз мүмкін. Бұдан басқа ешқандай бұның зияны жоқ. Енді көпшілік сұрап жатады, қызанақтарымыздың осындай асты қарайып, жемістері үлкен болып түйгеннен кейін шіріп кетіп жатады дейді. Енді бұны гүлдеп тұрған кезде дәрілеуіміз керек. Негізі бұл пешенный гниль деген ауру, қызанақтардың осындай астынан шіріп қараюы. Енді бұл бақшаңызда қызанақтарыңызды бұған қарсы емдеу керек. Бұның үшін сіз осындай асты шірген қызанақтардың барлығын жинап алуыңыз керек. Бұл себебі бір-біріне жұғуы мүмкін. Барлығын жинап алып тастауымыз керек. Сосын кәдімгі уксусты бір үлкен қасық, ас қасықпен бір уксусты 10 литр суға араластырып, бір қасықты, сосын тағы да бір чай қасықпен йод, сол суға йодты қосып, бәрін бірге араластырып, қызанақтарымыздың жапырақтарына барлық жеріне жақсылап қалдырмай шайып алғандай қылып шашып шығуымыз керек. Бұл сіздің қызанақтарыңыздың осындай аурудан арылуға және де алдын алуға жақсы көмегін тигізеді. Осылай бақшаңыздағы қызанақтарыңызға жасап көріңіздер. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.